Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында пешке піскен осындай домалақ нанды рецептісін ұсынамын сіздерге. Егер де менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау жағын басуды ұмытпаңыздар. Нан өте жұмсақ болады, қып-қызыл болып піскен. Қазір кесіп көрсетем. Әрқайсыңыз осылай үйде нанды өздеріңіз қолдан пісіріп жеулеріңізге болады. Арасы жұп-жұмсақ үлбіреп тұр. Толық рецепт осы видеода бар. Ең алдымен заттарымызды дайындап аламыз. Оған керекті бірінші 100 грамм жылы сүт, сосын 50 грамм сұйық май, 50 грамм шекер, 10 грамм дрож, 10 грамм тұз және 100 грамм су, 500 грамм ұн керек. Осылардың бәрін жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Бірінші дрожжымызды сап аламыз. Оған жылы суымызды құямыз. Су жылы болу керек. Дрожжымызды ергенше араластырамыз. Жақсылап. Одан соң 50 грамм шекерімізді саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. 50 грамм майды құямыз. Және жылы сүттен 100 граммды құямыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Сосын біртіндеп ұнымызды сала бастаймыз. Ұнды салып, жайлап араластырып отырып қозғаймыз. Қамыр өте жұмсақ болу керек. Қатты болып қалмау керек. Жарты сағат тұрғаннан кейін қамырымыз жақсы көтеріліп ашыды. Енді қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Менде илеген қамырымнан осындай 2 нан шығатын болады. Домалақтап алдым. 10 минутқа жауып қоям, тағы көтерілу үшін. Көтерілді. Енді көтерілген наныма форма келтіріп, осындай жіптің көмегімен ортасынан қиып алам да. Көлденең тағы бір қиям. Жіппен із түсіріп шамал қиып алуым керек. Нанның бетін формаға келтіру үшін. Осылай болады. Қамырымызға осындай қайшының көмегімен осындай узор саламыз. Жаңа екі жақтан жіппен қиып алған белгіден екі шетіне осылай қиып шығамыз қайшымен айналдырып. 4 жағынан болады сонда узор. Осылай болады. Төбесінен қарағанда. Енді осыған жұмыртқамыздың сарысын жағып аламыз. Жұмыртқаның сарысы бізге жылтыр беру үшін. Достар, міне нанымыз пісті. 180 градуста 45 минутта піседі. Қып-қызыл осындай әдемі болып. Өте жақсы көтерілген. Бұны пешке салмастан бұрын жаңағы 10 минут көтеруге қойып қойсаңыз, наныңыз осындай биік, әдемі көтерілген болады. Егер де менің рецептім сіздерге ұнап жатса, нанды пісірудегі каналыма кіріп, тіркеліп, коммент жазып, қоңырау шаны басуды ұмытпаңыздар.